Адамды ең бай қылатын нәрсе ол тек қана саяхаттау. Менде ең соңғы $100 қалса, мен сол ақшаны саяхаттауға инвестициялайтын едім, деді миллиардер Уоррен Баффет. Мен бұл кісінің сөзімен келісемін. Неге? Өйткені адам шетел араласа, басқа ел көрсе, басқа мәдениет көрсе, оның ой өрісі, ой санасы, ойлау қабілеті басқаша болады, дамиды, кеңейеді. Неге? Өйткені бұл жерде жеген тамағын, есептейтін ақшан, жүретін жеріне дейін барлығы өзгеше. Мәдениеті де, олардың ойлау қабілеті де, сөйлеген сөздері де бәрі өзгеше. Құран кәрімде Алла тағала былай деген: елді, жерді аралаңдар, менің нығметімді көріңдер. Сонда ғана сіздер Алланың қандай керемет күшті осындай әлемді жаратқан құбылысын көресіздер. Іске сәт осындай мотивациялық видеоларды қарағыларыңыз келсе, маған лайк, коммент жазыңыздар. Менің бизнес командама қосылыңыздар. Неге? Өйткені менің бизнесім саяхаттауға негізделген, және де осы саяхаттау арқылы табыс табуға негізделген. Іске сәт, сау сәлемет.